өзім айтамыз жайымды, мен жайлы рас біраз сөз жайымды. Өзектің не қыласың өткендерін, бұл жерде өзім менді қозғайынды. Рас өліп қалды деді, біреулер 10 жыл түрме алды деді. Кім білсін қай дұшпаным айтатынын, осындай қайдағы жоқ әңгімені. Жаралған ақын деген жарқылдауға, қалайша қалып қойдым салқындауда. Тірейнап жау қолынан өле қоймас, артымда ақ тілекші халқым. Деп мастанбаймын, асады айта берсем бастан қайрым. Қазақтың мұң-мұқтажын айтып өтем, ешкімнің құрығынан жасқанбаймын. Ата жауы нұр отанның, жоқ оппозицияда бір адамым. Осылай анда-санда айтып, көңілін қазағымның жұбатам. Шындықты ақынбыз ба айталмаса, біз сізде қаптап жүр ғой сайқалғаса. Несіне өркендедім деп өсеміз, 100 миллиард қарыздарды қайтармаса. Шашылса да уыстары, девалда ағайынды дұрыс бәрі. Қайтадан премьер қып қоятындай, мәсімік сонша күннің туыстары. Халыққа опа бермес яки ода, басқарса үкіметіңді Иманғали, қазағым тар келеме тақия. Келімсекке болған ермек, кетті ғой әкімдерде саудагер боп. Бұл билік біраз жерде шығыстағы, қысық көз Қытайларға жалға бермек. Шығысым шырайлы жел мақпал елім, өтінем ойлан елім, сақтан едім. Қытайға қалай ғана таптап барсың, Жәнібек батырыңның жатқан күн сайын біз қараймыз шошынып әр. Атадан қалған жерің артық болса, шеттегі қандасыңды қорықпан аяғымнан шалама деп, қорықпан абақтыға жабама деп. Қорқамын ертең күні ұл қыздарым, Қытайдың құлы болып қалама деп. Жалған сөйлеп алам бәйгі, тек ұлың ұлтым үшін алаңдайды. Ақынды атқан менен, жапқан менен, шындықтың басын ешкім шаба алмайды. Жан бұрдасын, дамылдап арқан біраз салқындасын. Берейін кезектенді ақын достар, алмастай ол да бүгін жарқылдасын.